Ипотека дегеніміз не? Бүгін бұл видеода мен сіздерге ипотеканың түрлері және де қандай мүлікті ипотекаға алуға болады. Сондай-ақ ипотеканы төлей алмаған жағдайда, яғни банк сот арқылы үйді сатқан жағдайда одан қалған қарызды кім төлейді деген сұрақтарға жауап беремін. Қызық болса, әрі қарай көреміз. Сәлем достар, сіздерден осы ипотекаға қатысты өте көп сұрақтар келеді, сондықтан да бұл видеода бүгін мен сіздерге ипотека дегеніміз не, оның қандай түрлері болады және де оны дер кезінде, яғни уақытысында төлей алмаған жағдайда банк сот арқылы кепілзатты алып қойған жағдайда, оны сатқан жағдайда одан кейінгі қалған сумманы кім төлейді деген сұрақтарға жауап беремін. Сонымен видеоны әрі қарай көреміз. Ипотека дегеніміз гректің хипотек деген сөзінен шыққан кепілзат деген мағына береді екен. Яғни ұзақ мерзімге жылжымайтын мүлікті кепілге алу деген сөз. Ипотекалық несие үшін алынатын кепілзаттар қандай, соған тоқтала кетейік. Олар ғимараттар, пәтер, үйлер, бірыңғай мүліктік кешен ретінде қаралатын бірыңғай институттық бірліктер, тұрғын үйлер мен пәтерлер. Тұрғын үйлердің бір бөлігі, қонақ үйлер, демалыс үйлері, саяжайлар, бақ телімдері, гараждар мен тұтыну мақсатында қолданатын басқа да нысандар. Аяқталмаған құрылыс нысандары, әуе, теңіз, өзен кемелері, ғарыштық нысандар, көп жылдық екпе ағаштар, жалгерлік құқық болып табылады. Ал мемлекеттік қорлар мен орман қорлары, мемлекет шекарасына іргелес жатқан жерлер, кепілге салуға заңмен тыйым салынған нысандар кепіл зат бола алмайды. Ипотекалық несие кезінде меншікті борышкер пайдалану құқығы сақталады. Несие толық өтелгеннен кейін ғана несиегерге берілген меншік жойылады. Сондай-ақ біздің нарықта ипотеканың қандай түрлері бар, соған тоқталып кетейік. Нарықтағы несие беру айналысының мүмкіндігіне қарай ипотекалардың бірнеше түрлері бар. Олар қандай, соған тоқтала кетейік. Олар жабық ипотека, ашық ипотека, лимиттелмеген ипотека, шектеулі ашық ипотека және де шоғырландырылған ипотека болып 5 түрге бөлінеді. Енді белгілі бір себептерге байланысты сіз ипотеканы төлей алмай қалдыңыз. Сол жағдайда не істеу керек? Соған тоқтала кетейік. Бүгін мен айтатын жағдай ол ипотеканы төлей алмай қалып, банк немесе коллекторлық компания сізді сотқа беріп, через торги сатқаннан кейін тағы да қалған қарыз соманы көбінесе заемщиктерді төлеуге мәжбүрлейді. Алайда бұл заңға қайшы болып табылады. Себебі Қазақстан Республикасының ипотекалық заңның 32-ші бабына сәйкес кепіл шартын жасасу кезіндегі негізгі міндеттемені толық қамтамасыз ететін кепілге қойылған мүлікті негізгі міндеттеме сомасына төмен бағамен соттан тыс сауда-саттықтан, сондай-ақ мұндай мүлік кепіл ұстаушының меншігіне берілген кезде негізгі міндеттеме ипотека тоқтатылған кезде бір мезгілде тоқтатылады делінген. Яғни қарапайым тілмен айтқанда сіздің банкке қарызыңыз айталық, мысал үшін 15 миллион теңге дейік. Ал банк ипотекаға алынған үйді сіз төлей алмаған үшін сот арқылы алып, ол үйді 10 миллионға сатты делік. Содан қалған екеуінің разницасы, яғни 5 миллионды көбінесе осы заемщиктерден өндіріп жатады. Алайда бұл дұрыс емес. Қалған 5 миллион жаңағыдай айырмашылықты ешкім төлеуге міндетті емес. Қайталап айтамын, банк ипотекадағы үйді қанша сомаға сатқанына қарамастан, сол үйді сатқаннан кейін сіз банкке ешқандай да қарыз емессіз. Осындай келеңсіз жағдайлар туып жатқан кезде міндетті түрде сіз сотқа жүгінуге құқылысыз.
Сондай-ақ өте ескерте кететін маңызды ақпарат: кез келген банкпен жасаған несие шартыңызды ешқашанда тастап жібермеңіз. Себебі банк сізге қатысты мәліметті өзінде 20 жыл бойы сақтайды. Осымен бүгінге сіздерге берер шағын ғана ақпаратым осы ғана. Егер де видео ұнаған болса, лайк басамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, төменде қалдырамыз. Сондай-ақ каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар.